Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Сіздерге кезекті видео жасап отырмын. Бұл видеода онлайн мектепте мониторинг бөлімінде пәндердің қорытылуы бөлімі, яғни осы бөлімге өткеннен кейін сіздерге мына терезе ашылады, жалпы. Осы терезенің ішінде 2022-23 оқу жылын таңдайсыздар. Оқу жылы деп тұр, яғни оқу жылы бізде 1-4-ке дейін ғана шығып тұратын еді, оқу жылы көрінбейтін еді. Осы оқу жылы шықты. Оқу жылы бойынша жалпы журналдардың жабылу әрекетін тексереміз. Біздер 90-90 бойынша журналдардың толыққанды аяқталуын, жабылуын тексеретін болсақ, қазіргі таңда уже жылдық қорытындыны тексере алады екенбіз. Жылдық қорытынды бойынша мына пән мұғалімдері анықтау керек. Кім жапты, кім жаппады. Жалпы мына жерде қарасаңыздар, 3-те 24 деп тұр ғой, жалпы 24-тен 3 журнал жабылған, қалғаны жабылмаған. 24-тен 17 журнал жабылған, қалғаны жабылмаған. Яғни 48-ден 47-ден 35, 67-ден 54 деген сияқты. Жалпы мына жерде жасыл болып тұр, 62-62 9-шы сыныпта. Олар толыққанды журнал жапқан деген сөз. Яғни оқу жылының қорытындысын, жылдық бағасын қойып, аяқтау батырмасын басуларыңыз керек. Содан кейін барып бізде осы журнал толыққанды жабылған болып саналады. Оқу жылы аяқталғаннан кейін толыққанды қорытынды жылдық баға қойылып жабылу керек. Емтихан бүгін уже соңғы емтихан. Бүгіннен кейін уже толық бізде журнал аяқталып, жабылып біту керек. Келесі оқу жылына кейін көшіріледі. Сондықтан құрметті әріптестер, мына видео толыққанды өздеріңізге түсінікті болған болса, осымен қарап жасасаңыздар болады. Міне, біреуін ғана ашып көрсетейін. 5-ші сыныптарға өтесіз. 5-ші сынып А, Ә, Б, В. Осының ішінде мындай ашқан кезде қай пән ашылмады, жабылмады, осылай көресіздер. Сынып жетекшілер осылай көрсеңіздер болады. Сынып жетекшілердің барлығына доступ бар. Пән мұғалімдеріне ескертіңіздер, кім жаппады.